Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Саран қаласы білім бөлімінің Абай атындағы жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Күленбаева Алмагүл Сатайқызымын. Педагогикалық өтілімім 18 жыл, санатым педагог сарапшы. Сіздерге таныстыратын бүгінгі тақырыбым бастауыш сыныптарда цифрлық сауаттылық технология элементтерін тиімді пайдалану. Мақсатым бастауыш сыныптарда цифрлық технологиялар көмегімен білім алушылардың сабаққа қызығушылығын арттырып, білім сапаларын көтеру. Адамзат үшін 21-ші ғасыр жан-жақты технологиялар ғасыры болмақ. Ал осы жаңа технологияларды жүзеге асырып, өмірге енгізу, игеру және жетілдіру бүгінгі жас ұрпақ сіздердің еншілеріңіз. Ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында деп елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, соңғы 10 жылдықтар ішінде әлемде заманауи технологиялар жедел қарқынмен дамып келеді. Онда өскелең ұрпақтың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің шарты мен оның қалыптастырудың негізгі құралы цифрлық технологиялар болып табылады. Негізгі мақсаты цифрлық технологиялар көмегімен бәсекеге қабілетті тұлғаның білім сапасын арттыру. Қазіргі таңда цифрлық технологиялар өте қарқынмен дамып келеді. Айтарлықтай оқу бағдарламасына қазіргі таңда ұстаздар үшін өте қажетті оқу құралдары зор үлесін тигізуде. Соның бірі Білімленд, iMектеп, iTeст сияқты бірнеше оқу бағдарламалары шығып жатыр. Және де цифрлық білім беру ресурстары, фотосуреттер, бейнефрагменттер, статикалық және динамикалық модельдер, виртуальды шынайылық және интерактивті модельдеу объектілері, картографиялық материалдар, дыбыс жазбалары, символдық объектілер, іскерлік графика сияқты бірнеше цифрлық ресурстар қолданыста. Сонымен қатар дайын цифрлық білім беру ресурстарының үлкен базасы бар. Ол өздеріңіз көріп отқандағыдай Академия.kz, Кітап.kz, Білімленд және де Күнделік.kz сияқты бірнеше базалар отандық цифрлық білім беру ресурстарын ашады. Енді сіздерге таныстыратын тақырыбым бұл қазір мен өзім сабақта қолданып жүрген өте тиімді бағдарламаның бірі, ол Leonic Apps деп аталады. Қазір мен сіздерге осы Leonic Apps'ты қалай қолданатынын сіздерге түсіндіріп көрсетейін. Алдымен экранымдағы Leonic Apps'ны өздеріңіз көріп отырғандағыдай, бұл жерде бірнеше құрылғылар бар. Міне, өздеріңіз көріп отырғандағыдай, адамның біз осының алдында жаңа тақырып өткен болатынымыз, бұл Абай Құнанбаевтың «Ғылым таппай мақтанба» деп аталатын өлеңін біз үй тапсырмасы ретінде берген болатынымыз. Енді сол үй тапсырмасының аясында «Ғылым таппай мақтанба» деген өлеңнің ішінде адамға байланысты 5 жаман қасиет, 5 жақсы қасиет бар екен. Соның бірі балаларға міне осылай көрсетеміз. Мынау адамның бойындағы жаман қасиеттерді анықта деп. Сол кезде балалар жаңағы жалқау, жаңағы мақтаншақтық деген сияқты, өтірікші деген сияқты, еріншек, жалқау айта кететін. Міне осының бәрі жаңағы бұл жаман қасиетін тапқаннан кейін енді жақсы қасиетіне көшеміз. Бұл жерде әдепті дейді, ақылды, мысалы еңбекқор, шыншыл. Міне осындайды ашқаннан кейін бүгінгі күннің жаңа тақырыбы шығады. Сол жерде бұл бүгінгі күннің жаңа тақырыбы мысалы жаңағы құмырсқаның қанағаты болуы мүмкін. Одан кейін айта кетсек, осы әңгімені жалғастырғаннан кейін бұл жерде мен жаңағы әрі қарай әңгімемді жалғастырамын. Жүсіпбек Аймауытовтың «Құмырсқаның қанағаты» деп аталады. Енді осы бағдарламада біз осы ойынды қалай құрастырамыз? Бұл жерде мен сіздерге көрсетіп кетемін. Жаңағы бұл бағдарламада бұл Leonic Apps'ты алдымен тіркеліп алған жөн. Тіркелгеннен кейін барып, осы әртүрлі негізі дайын құралдар беріледі балаларға, мұғалімдерге көмекші құрал ретінде, бірақ біз оны өзгертуге болады. Міне, мына жерде мен мысалы создать жаңағы новый
упражнение деп аталады. Суретті құрастыр дейміз. Немесе мына жерге бірнеше тақырыпты қоюға болады. Одан кейін келесі, мысалы жаман қасиет деп өзгертемін, не? Еріншек, мақтаншақты, жалқау, өтірікші деген сияқты. Екінші сұрағы, мысалы жақсы қасиет, ақылды, әдепті, еңбекқор, шыншыл. Және де мына жерде добавить следующий элемент деген кезде келесі тақырыпты да қолдануға болады екен. Одан кейін мына жердегі тұрған суретті өзгертуге болады. Суретті өзгертіп, бұрынғы суреттің бәрін жаңа удалить етуге болады екен. Бұл бірінші жаңағы тақырыбымыз. Одан кейінгі екінші, кейіннен менің өзім қолданып жүрген ойынымның бірі бұл тривинти деп аталады. Тривинти деген ол кең ауқымда қолданып жүрген ойындардың бірі. Мен өзім бұл сабақта, бұл ойынды сабақтың басында, үй жұмысы кезінде, немесе сабақтың ортасында, сабақтың бекіту кезеңінде осы жаңағы ойынды қолданған кезде балалардың қызығушылығы, сабаққа деген белсенділігі артады. Ендеше мен қазір сіздерге осы ойынды ойнап көрсетейін. Бұл жерде менің қасымда қазір аудиториямда отырған оқушыларым бар. Осы оқушыларым қазір сіздермен бірге жаңағы ойнап көрсетеміз. Или сіздер де қосылуларыңызға болады. Енді қазір мен балаларға қазақ тілі пәнінен жаңағы не жіберетін боламын? Сілтеме. Балалар сосын өзі жаңағы осы ойынды ойнайды. Ал енді балалар, қазір мен сіздерге ойынды бастадым. Бұл жерде жаңағы ойын басталды. Сілтеме бойынша тіреулерің болады, балалар. Номер викторинасы 200-555. Ат жөндеріңізді жазасыздар, балалар. Ат жөндерін жазғаннан кейін өздеріне жаңағы қатысуларыңызға болады. Міне мына жерде өздеріңіз көріп отырғандай сілтемесі беріледі. 3.in немесе QR кодпен де кіруге болады. Одан кейін номер викторина. Бұл жерде әлі 2 бала қосылды. Тағы да. Үш бала қосылды. Жақсы, енді ойынымызды бастаймыз. Ойын кетті. Мәтін неше түрге бөлінеді? Ал. Бір сұрақ кетті. Тамаша. Енді екінші сұрақ. Екінші сұрақта пайымдау мәтіннің сұрағын тап деп аталады. Бұл жерде сұраға не істеді, қандай, неліктен, қайда? Осы 4 жауаптың біреуін балалар өздері таңдайды. Жақсы. Үшінші сұраққа: әдепті бала, арлы бала. Мақалдың жалғасын тап. Әдепсіз бала, сорлы бала, отан үшін отқа түс, инемен құдық қазғандай, білім басқа аптеп деген сияқты бірнеше жаңағы нелер берілген. Келесі сұрағымыз: арайлым кітапханаға бардың ба деген сөйлемге қаратпа сөзі тап дейді. Арайлым кітапханаға бардың ба? Осы 4 сөздің ішінен қаратпа сөзді балалар өздері табады.
Мүмкін сіз оған көмектесерсіз деген сөйлемде қыстырма сөзді балалар белгілейді. Мүмкін сіз оған көмектесерсіз деген. Тамаша. Келесі сұрағымыз қандай дыбыс? Дауыссыз, дауысты, қатаң, үнді. Келесі енді 10 сұрақтан тұратын тапсырма бұл. В қандай дыбыс? Дауыссыз ұяң, дауысты жуан, дауыссыз қатаң, дауыссыз үнді. Келесі сипатта мәтіннің сұрағын тап. Қай, қандай, не істеді, неліктен? Ф қандай сөздерде кездеседі? Орыс тілінен енген сөздерде, ағылшын тілі сөзінен енгенде, қазақ тілінен енген сөздерде, неміс тілінен енген сөздерде кездеседі екен. Анам шайнекті күтіп ұстайды деген сөйлемге көп нүктенің орнына қандай сөзді қоюға болады? Анам қандай шайнекті күтіп ұстайды деп айтқан кезде орындауға болады. Жақсы. Ойынымыз аяқталды. Бұл жерде балалар өздерінің жаңағы кім бірінші орын? Аружан бірінші орын, Абылай екінші орын, Айдана үшінші орын ойнады. Міне өстіп осы ойынды жалғастыруға, аяқтауға болады. Енді сонымен қатар бұл ойында осы ойынды өте балалардың білім сапалары жаңағы көтеріледі. Одан кейін келесі енді жаңағы осы тақырыпта құмырсқаның қанағаты деген тақырыпты өткеннен кейін балаларға мәтінді оқып бергеннен кейін балаларға жаңағы мына жерде шеңбер фортунасы деген ойын бар. Бұл жерде өздеріңіз таңдап алған балаларды, мысалы сыныпта қанша баланы таңдап алғыңыз келеді, сол балалардың аты жөнін жазып, сосын сызба бойынша берілген стрелкада қай жерде тоқтайды, сол бойынша жаңағы бала, қай баланың қасына келіп тоқтайды, сол баланың қасына сұрақ қоюға болады, сол балаға сұрақ қоюға болады. Мысалы, мынандай сұрақтар қоюға болады. Ертегінің қандай түрлері бар? Ғалым адам не кездесті? Мәтінде құмырсқаның қандай түрлері сипатталған деген сияқты сұрақтар қоюға болады. Одан кейін балаларға құмырсқа қандай жәндік деген кезде балалар өздері шыдамды, қомағай емес, қанағатшыл, еңбекқор деп балалар өздері жауап береді. Одан кейін Леоник Апста мысалы миллион кімге бұйырады деген ойында бар.
бұл сабақтың бекіту кезеңінде болады. Сосын кері байланыс жасауға болады сабақтың соңында. Одан кейін мен мысалы 2 сұрақтан тұратын кері байланыс жасар едім. Trinity деген платформасында құрылған кері 2 сұрақ бір тілек деген әдіспен аяқтауға да болады. Бұл жерде балалар жаңағы шеберлік, балаларымыз енді сіздерге мен арналған шеберлік сабағы ұнады ма? Иә, керемет, қызықты, мен үшін жаңалық. Осы әдістерді сабақтарыңызда қолданасыздар ма? Иә, қолданамын, қолдануды қалаймын, қолдануға қиналамын, мен үшін керемет әдіс деген сияқты әріптестер өздерінің жауаптарын береді. Міне, сіздерге таныстырғандай, бүгінгі менің сіздерге өзімнің іс тәжірибеммен таныстырған баяндамамды осымен тамамдаймын. Сау саламатта болыңыздар.